Сізге қызық айтайын. Малайзия деген халық бар. Иә. Анау аралдарда, джунглиде маймылдармен араласып жүрген халық. Қазір қандай? Ислам әлеміндегі бас көтерер бірінші деңгейдегі халық. Біз соған қарайтын болдық қазір. Технологиядан басқа жағынан. Яғни, мәселе халықта ма екен? Мәселе халықты халық ететін жоғарыда. Соған қарау керек. Мысалға, Түркия түрік болды ма бір? Жартылай араб, жартылай грек болды. Қазір қандай? Кім болды оның басында? Ататүрік Кемал болды. Ал біздің қонақжайлық бар ғой. Біздің қонақжайлық негізінде соншалықты дәстүрде емес, көбірек құлдықта. Құлдықсанада. Жалтақтау. Біз көрінгенді әкеліп жемдеп бәрін беретініміз, ол ең бірінші құлдықсанадан шығады. Солар біздің басымызға мініп алады. Сол бізге құлдықсана кәдімгі дәстүрге айналып бара жатыр. Мәселе сонда. Біз рухани мешеу болып қалып жатырмыз ғой. Ең соңғы нүкте. Ұлттың ыдырауының ең соңғы нүктесі мәдени ыдырау. Бізде қазір мәдени ыдырау. Иә, соңғы. Одан кейін неге біздің қазақ келіндері балдарды осы мектебіне беріп жатыр? Бұл ыдыраудың көзіңе шұқып тұрып көрсеткен көрінісі. Сондықтан неге шырылдап отырмыз? Біз ұлтты сақтайтын десек, ұлттық құндылықты қалпына келтіру керек. Ұлттық құндылықты тек ұлттың өзі, халықтың өзі ғана қалпына келтіреді. Жалпы бізде мәдениетке, ұлттық құндылық саласына мына дұрыс Өзбекәлі Жәнібеков секілді, Ильяс Омаров секілді, Темірбек Жүргенов секілді ұлттың кәдімгі баскері, лидер болмайынша болмайды.